Сәлеметсіздер ме, балалар? Алматы облысы Қаратал ауданы Бекенримова атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Галиева Бақытгүл Балтабаевна. Қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсан бойынша 5-ші сабақты өтеміз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар, мына бейнероликке назар аударайық. Сұр болт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Қаздырына қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабыраңқы, күл койын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал, құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек, сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңа, тұман болар жел соқса шаң тозаңа. От жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңа. Бұл өлеңнің авторы кім, балалар? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы. Сабағымыздың мақсаты орта көлемді шығарманы түсініп, тақырыбы мен негіздігі ойды анықтаймыз. Бағалау критерийі. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Сызбаны толтырамыз. Абай Құнанбайұлы туралы балалар не білесіңдер? Абай дана, Абай дара қазақта деп айтқандай, мына бүгінгі біздің слайдымыздан өздеріңіз көріп отырсыздар. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай біз сіздермен қазір бейнероликтерді таныстырамыз. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО бойынша аталып отыр. Президентіміз Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, Абайды ұлықтау арқылы жас ұрпақтың бойына ұлттық рух дарытамыз. Абай арқылы елімізді әлемге паш етеді екенбіз, балалар. Ендеше балалар, бүгін біз Абай Құнанбайұлының өмір жолымен танысамыз. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. Белгілі қазақ ақыны, ағартушы, аудармашы, сазгер. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушы. Азан шақырып қойған аты Ибрахим. Зере әжесі сүйкімді де сүйікті немересін Абай деп еркелеткен. Ұлы ақын кішкентай кезінен анасы Ұлжан мен әжесі Зеренің ертегі, аңыз әңгімелерін тыңдап өскен. Абайдың энциклопедиясы, өлеңдер жинағы, 45 қара сөзі бар. Балалар, екінші тапсырма мәтінді тыңдаймыз. Мәтінді тыңдамас бұрын мен сіздерге дескриптор беріп отырмын. Дескриптордың 2 қадамын сіздер дұрыс орындасаңыздар, мен сіздерді осы дескриптор арқылы бағалаймын.
Абайдың бойына әкесінің батылдығы мен қызуқандылығы, жігерлігі мен алғырлығы дарыған. Алайда болашақ ақынның балалық шағы негізінен қос ананың, әже мен шешенің бауырында, тәрбиесінде өсті. Сүйікті немересінің Ибрахим деген атына тілі келмей, оны ойлы болсын, аңдағыш болсын, абайлағыш болсын деген тілекпен Абай атандырғанда сол аяулы кәрі әжесі еді. Абай өңі қара торы, екі көзі тостағандай үлкен, әрі өткір, кең маңдайлы бала болды. Мінезі жағынан ширақ, аса ұғымтал, бір көргені мен естігенін ұмытпайтын, зерделілігінен айрықша көзге түсетін. Я, балалар, өте жақсы. Енді біз мына сұрақ-жауап әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Әжесі не үшін Ибрахимді Абай деп атады? Абай кімнің тәрбиесінде өсті? Абай қандай бала болды? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Сендер бүгінгі біздің ескерткіміздің 2 қадамын өте жақсы орындадыңыздар. Балалар, сіздер жаңағы тыңдаған мәтін бойынша жаңа сөздермен танысып көрейік. Батыл, смелый, қызуқанды, огненный, жігерлі, энергичный, алғыр, способный, дарынды, талантливый. Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Біздің бүгінгі жаңа сөздеріміз сын есім екен, не балалар? Енді осы сын есімдерден зат есімдерді қалай жасауға болады, балалар? Я, дұрыс айтасыңдар. Жұрнақтар арқылы жасауға болады екен. Қандай жұрнақтар? Өте тамаша, балалар. Лық, лік, дық, дік, тық, тік. Енді, балалар, осы жұрнақты сын есімге жалғаса, мысалы, балалар, батыл, смелый, батылдық, смелость болады, балалар. Енді, балалар, 3-ші тапсырма. Мәтін бойынша сызбаны толтырамыз. Абайдың бойындағы қасиеттерді жаңағы өздерің танысқан жаңа сөздердегі сөздермен жазамыз. Енді, балалар, бұл жерде біз тапсырманы орындау үшін жұрнақтарды пайдаланамыз, балалар. Жақсы. Тапсырманы орындауға кірісейік, балалар. Жақсы, балалар. Мұқият болыңдар. Өте жақсы. Мен сендер осы тапсырманы жақсы орындайды деп сенемін, балалар, сендерге. Енді, балалар, осы тапсырманы тексеріп көрейік. Абайдың бойындағы қасиеттері қандай екен? Қызуқандылық. Жақсы, балалар. Жігерлілік. Өте жақсы. Батылдық. Алғырлық. Дарындылық. Тамаша, балалар. Жарайсыңдар. Керемет. Өте жақсы тапсырманы орындадыңдар. Енді, балалар, осы сабағымызды қорыта келе рефлексия пирамидасына көңіл аударайық. Мен үйренген 4 мәлімет дейді, балалар.
Бірінші қадамдарыңда 4 мәліметті жазамыз. Екінші қадамда мен білген 3 мәлімет дейді. 3 мәліметті жазамыз бұл жерде. Менің көбірек білгім келген 2 мәліметті жазамыз. Есте сақтау керек бір маңызды мәліметті жазып балалар. Маған WhatsApp желісі арқылы, күнделік кезет арқылы жібере аласыздар. Үйге тапсырма. 132-ші бет, 4-ші тапсырманы мәнерлеп оқимыз. Сау болыңдар балалар.